Табиғи өрттердің алдын алу және оларды жою үшін ауданда өртке қарсы құрылымдар жұмыс істейді. Олардың қатарында біздің ауданда өртке қарсы ерікті құрылымдар да бар. Аталмыш ерікті құрылымдар тілсіз жауға қарсы күресте көмек көрсетеді. Айта кету керек, Бөрлі ауданында өртке қарсы ерікті құрылымдар жобасы 2021 жылдан бастап жүзеге асырылды. 2024 жылдан бастап Бөрлі ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша Батыс Қамқор жастар қоғамдық бірлестігі жүргізіп келеді. Бөрлі ауданында аталмыш жоба Батыс Қазақстан облысы бойынша жүзеге асырылып жатқан алғашқы жоба. Қазіргі таңда еріктілер жасақтары ауданның барлық ауылдық округтерінде құрылған. Өрт оқиғасы болған жағдайда ерікті құрылымдар бригадасы өрт сөндіру бөлімдерінің қызметкерлері келгенге дейін өртті оқшаулайды. Өрт сөндірушілер өртті сөндіргеннен кейін еріктілер өрттің салдарын жоюға қатысады. Қазіргі таңда бізде осы жоба аясында Бөрлі ауданында ерікті өрт сөндіру құрамасы бойынша 70-тен астам адам жұмыс жасайды. Оның ішінде 65 адам осы ауылдық округтерде топ болып жұмыс жасайды. Яғни осы ерікті өрт сөндіру қызметінің өрт сөндіру бойынша алдын алу жұмыстарын жүзеге асырады. Сонымен қатар осы жалпы халық арасында алдын алу жұмыстарымен де, түсіндіру жұмыстарымен де жұмыс жасап жатыр. Енді қазіргі таңда жоба аясында бізде осы жобалық кеңсе жұмыс жасайды. Одан кейін әрбір ауылдық округте 5 адамнан құралған топ жұмыс жасайды. Яғни бір топ басшысы мен 4 ерікті өрт сөндіру қызметшілері. Қазіргі таңда аудан бойынша 7 бірлік техника жұмылдырылған. Құрылымдардың барлық мүшелері арнайы оқытылады. Олар алғашқы медициналық көмек бойынша курстардан өтіп, сертификат алған. Сонымен қатар талапқа сай өртке қарсы қорғаныс киім-кешекпен және құрал жабдықтармен де жабдықталды. Бөрлі ауданында 14 ауылдық округ бар. Ауданда өрт сөндіру бекеттері жұмыс істейді. Ақбұлақ ауылдық округінде өрт сөндірушілерге көмек ретінде 5 адамнан тұратын жергілікті тұрғындар жасағы құрылған. Олар оқиға орын алған кезде кез келген уақытта көмекке шығады. 2024 жылы Батыс Қамқор жастар бірлестігі осы 5 ерікті сөндірушілермен осы ауылға өрт сөндіріп жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді қазір уақытта Ақбұлақ ауылдық округінде жер көлемі ең үлкен Бөрлі ауданы бойынша. Сол өрт бізге өте пайдалы қазір. 5 ерікті ауылдың тұрғындарына жұмыс тауып қазір. Олар қазір ерікті өрт сөндіруші құрамына кіріп жұмыстарын атқарып жатыр. Қазір уақытта енді біраз жерлер осы алдын алынды, өрт сөндіріліп жатыр. Ауданнан көмек келгенше алдын алу уақытында өте пайдалы деп есептейміз. Неге десең, ең бірінші өрттің алдын алу осы құрамға деген Батыс Қамқор постоянно жаттығулар өткізеді жұмысына келіп. Сонымен қатар өзімізде әкімшілікте техника бар. Ода көмекке шығады. Сонымен қатар газель автокөлігін береміз. Алдын алу жұмыстары қазір уақытта соның арқасында өрттің көлемі күшеймей, алдын алу бағыттары өте жұмыстанып жатыр сонымен қазір уақытта. Өрт үнемі дайындықты және жедел әрекет етуді талап етеді. Еріктілер бригадалары өз тараптарынан өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады. Сонымен қатар өрттің алдын алу бойынша жұмыстарды үнемі жүргізіп келеді. И, конечно, хотелось поблагодарить Акима району, что жобаға қолдау көрсеткен аудан әкіміне алғыс білдіремін. Болашақта аталмыш жоба кеңінен жүзеге асады деп ойлаймын. Қазіргі уақытта мұндай құрылымдар қажеттігін көрсетті. Мұнда ерікті өрт сөндіру жасақтары Бөрлі ауданының әр ауылдық округінде бар. Еріктілерге маусымдық жұмыс кезінде еңбекақы төленеді. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.